Бүгінгі видеомда 1-4 сынып қазақ тілдеріндегі мәтіндер, суреттер, микромәтіндер, тапсырмалардың ғылымилығы, қазіргі білім мазмұнына жауап беруі туралы зерттеу видеомды жалғастырамын. Осындай видеолардан хабардар болу үшін ес-сөз YouTube каналыма, Instagram парақшама жазылып қойсаңыз болады. Мынау 1980 жылдардағы шыққан Роботрон деген ГДР-лік компьютер. Бұл қазіргі балалар үшін бір компьютер болудан қалған, қолдана алмайды. Өйткені күні өткен, тым ескі. Мынау 2000 жылы Анкарадан бір үйдің құнын беріп, сол жылдары алып келіп біраз жыл пайдаланған компьютер. 80 жылғы да 2000 жылғы да компьютерде ешбір істеріне жарамайтын бүгінгі цифрлық дәуір балалары дәл қазіргі кезде бастауыш сыныпта қазақ тілі мен әдебиеттік оқу оқулықтарында 80 жылдардағы кітаптардан алынған мәтіндерді оқып отыр. Бұлар кітаптардың аты да айтып тұрғанда энциклопедиялық, анықтамалықтар және ғылыми ортада білінбейтін дереккөздерден алынған хабарламалық сипаттағы мәтіндер. Қазақ тілім көркемім құстар видеосында құстар тақырыбында жазылған мәтін керек болса, керемет ғылыми негізде түсінікті қазақ тілінде көркем сөзбен қазақи дүниетанымда жазылған кітаптар бар екенін айтқан болатынмын. Бүгінгі видеомда 1-4 сынып қазақ тілдеріндегі мәтіндер, суреттер, микромәтіндер, тапсырмалардың ғылымилығы, қазіргі білім мазмұнына жауап беруі туралы зерттеу видеомды жалғастырамын. Осындай видеолардан хабардар болу үшін ес-сөз YouTube каналыма, Instagram парақшама жазылып қойсаңыз болады. 1-4 сынып қазақ тілі оқулықтарындағы мәтіндердің, суреттердің бүгінгі күн талаптарына сай және баланың жас ерекшелігіне сай болуы жөніндегі әңгімеме келейін. Мәтіндердің кейбіреуін видеомда көрсететін боламын. Қызығатындар болса, осы видеоны тоқтатып қарап алуына болады. Видео ұзап кетпес үшін бір-екеуін ғана атап өтейін. 1976 жылы шыққан кітап, бірінші баспасы, екінші баспасы 95 жылы шыққан халық даналығы Адамбаевтың кітабынан алынған, 3-ші сынып әдебиеттік оқуға қойылған. Бұл кітап 2017 жылы шыққан. 1988 жылғы ол күн бұл не? Төменгі класс оқушыларына арналған 3 томдық энциклопедия 1-ші сынып, 2-ші сыныптағы 3-ші сынып қазақ тілі, 4-ші сынып қазақ тілінде, яғни 2017, 18, 19 жылға шыққан, 2016, 2017, 2018 жылдары шыққан қазақ тілі оқулықтарына қойылған ол кім бұл не анықтамалығынан алынған мәтіндер қойылған. 1990 жылы Шаңырақ үй тұрмыс энциклопедиясынан алынған мәтін, Шаңырақ кітабынан 3-ші сыныпта, 3-ші сынып қазақ тілі үшін Жетік қазына және Қазақстан жануарлары, Қазақстан құстары, әлемде талай қызық бар, сен білесің бе деген кітаптардан алынған. Бұл кітаптардың толық сілтемесін таба алмадым, себебі ғылыми ортамда таныс болмағаннан болу керек деп ойладым. Мәдени мұра, рухани құндылықтар ескірмейді. Әрине, рухани мәдени құндылықтар жөнінде мәтіндерді 11-ші ғасыр тарихи мәдени жәдігерліктерінде алып қоя аламыз. Бізді қоршаған материалдық дүние, заттық тұрмыстық құрал жабдық, технология, тіршілік жағдайы айнала орта өте жылдам өзгеріп жатыр. Ал бастауыш сынып 1-ші, 3-ші қазақ тілі әдебиеттік оқулықтарындағы білім мазмұны, техника, технология, малдардың атаулары мен олардың көрнекілік суреттерінің 1939-48 жылдардағы әліппелердегідей, ал мәтіндері 76-88 жылы, ең жаңасы 2000 жылдары шыққан анықтамалық энциклопедиялық кітаптар мен кітапшалардан алынғанын байқау үшін керемет педагогика психологияға жетік маман болудың қажеті жоқ. Тек суреттерді салыстырып қарау, бастауыш сынып қазақ тілі оқулығын ашып қарау жеткілікті. Қане осы оқулықтарды бірге ашып қарап көрейік. Мысалы, бастауыш сынып оқулықтарындағы берілген ішік сөзінде мына суреттерден 1948 жылғы сауаттандыру және шала сауаттылар мектеп үшін дайындалған әліппемен салыстырып көрейік. Мынау 48 жылы оқу жазуға үйрету үшін дайындалған әліппедегі тон деп, ішік деп те аталып берілген сурет. Ал мынау 2017 жылдары шыққан қазақ тілі оқулығына қойылған сурет. 2017 жылғы әдебиеттік оқу 2-ші сыныпта 48 бетінде ұйықтап өпем жата ғой, әдеби білім тақырыбына берілген ішік деген сөз. 7+ жастағы цифрлық дәуір баласы суреттегіні ішік деп, шыны ыдыстағы не екені белгісіз заттың тар екенін табатын болса, бесік жыры деген сөз шығады. Бұл ішік суреті 2011 жылғы қазақ тілі 4-ші сынып оқулығының 20 бетінен алынды. Бұл жердегі ішік суретін және бір сандарды тапса, бір мақал шығады. Бүгінгі оқулықтарды салыстыру үшін берілген 1939, 40, 48 жылғы әліппелер сауатсыздықты жою, әріп таныту, оқуға, жазуға, үйрету және үшін дайындалған оқу құралдары. Қазіргі жылдам өзгерген әлемде білім дүниесінен қалыспайтындай бола алуымыз үшін 1-3 сынып қазақ тілі мен әдебиеттік оқу пәндері қазақ тілінде жазуға,
оқуға, сөйлеуге үйретумен қатар бала миының когнитивті қабілетін дамыту секілді күрделі мәселеге жауап бере алатындай болу керек. Когнитивті қабілет сөйлеу ғана емес, баланы алдағы уақытта білім алуға дайындау, таным және ойлау қабілеттерін дамытуды да қамтиды. Олай болса, 88 жылғы көне дереккөздерден алынған мәтіндерден 8+ жастағы балаға ойлан деп малдың, аңның, үй жануарларының суретін көрсетіп, бұл не деген сұрақтармен тамақ рецепті, тұрмыстық мифология және үлкендердің субъективтік көзқарасы тұрғысынан дайындалған тілдік материалдардан тұратын қазақ тілі оқулықтары қазақ тілін ана тілі, ғылым тілі ретінде оқыта алады ма деген сұрақты сұрауға міндеттіміз. Балаға айтар әңгімеміз не болса біз солмыз. Олай болса, қазақ тілінің білім мазмұны деп оқулыққа қойып қойған балаға айтар әңгімеміз 21 ғасырдағы қабілеттіліктерді және оның ішінде когнитивті ойлау қабілеттерін қажетті деңгейде дамытатындай болғаны жөн деп ойлаймын. Бастауыш сынып қазақ тілі оқулығын әрі қарай талдау жөніндегі видеоларымның жалғасы келеді. Сол үшін есті сөз YouTube каналыма және Instagram парақшама жазылып қойсаңыздар болады. Мынау 2021 жылы ең соңғы шыққан қазақ тілі оқулығындағы ішік суреті.